Сәлем баршаңызға. Бүгін басқаша форматта қысқаша видео. Бүгін наурыздың марттың 1-і. Бүгінгі трейдті сіздермен бөліскім келіп отыр. Бүгін Tesla компаниясымен және Nvidia компаниясымен жасаған болатынмын. Бүгін өте қатты құлады. Tesla'да, Nvidia'да жалпы қатты құлаған болатын. Осы екеуіне мен трейд жасадым. Қалай болды? Мына жерде бізде бастапқыда мен жасауға бар болғаны бұл бүгінгі трейдта 1 сағатымды жұмсадым. 1 сағатта мен $450 пайда тапқан болатын. Ол қалай жасалды? Мына жерде бізде Tesla бастапқыда құлады. Яғни құлап алып, кішкене көтерілмекші болып, бірақ көтеріле алмай қайтадан құлаған болатын. Осы бір рет құлағаннан $110 жасадым. Одан кейін екінші рет құлағаннан мен $100 жасаған болатынмын. Одан кейін мына жерде қайтадан көтеріліп бастаған кезде бұл жерден тағы да $100 жасаған болатынмын. Оны мен Discord чатқа, біздің студенттерімізбен Discord чатымыз бар. Так, мінекей. Так, мына кешегі міне бүгінгі сағат 20:51-де жібердім. Яғни бізде рынок 20:30-да ашылса, мен уже 20:51-де бірінші сделкамды жаптым. $105 жапқан екен. Мінекей міне студенттердің $425 жапқан. Мінекей екінші сделкам Tesla'дан $116.58 плюспен жаптым. Одан кейін мінекей үшінші сделкам мынау көтерілгеннен пайда $110.40 жапқанмын. Және мұнда Nvidia компаниясымен $122.76 жапқанмын. Оны қалай жасадым? Мен мына жерден чисто Tesla'мен жасап отқандықтан Nvidia'ға қарамаған болатынмын. Одан кейін Tesla'мен жасап болып, қайтадан Nvidia'ға кірістім. Nvidia'мен кіріскен кезде мұнда мінекей Nvidia'да басында тоже құлағаннан пайда табуға болатын еді, бірақ менің барлық анализім барлығы осы Tesla'да отқан болатын. Сөйтіп Nvidia компаниясының әбден құлап болды деген кезде өскеннен мына жерден өсет деп ашып, мына өр жерге келген кезде жаптым. Оны мен қаншамен жаптым? Плюс $122 жапқан болатынмын. Осылай қарапайым екі компаниямен жасау арқылы мен 1 сағаттың ішінде $450 жасаған болатынмын. $450 дегеніміз теңгемен алғанда 200 мың деп ала берейік. 210 мың дейік па еле сондай. 200 мың деп ала берейік. Яғни 1 сағаттың ішінде $200 мың уже жасадым. Аллаға шүкір. Осылай.